Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркелмесеңіз тіркеліп қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай өте оңай әрі тез дайын болатын ерекше таңғы ас дайындайтын боламын. Ең алдымен таза ыдысқа осылай 4 жұмыртқаны жарып, үстінен жарты шай қасықпен тұзды салып, жақсылап венчикпен араластырып аламын. Енді бөлме температурасында тұрған осындай жылы сүтті құйып, одан кейін оның үстінен дайын тұрған ұнымыздың барлығын салып, венчикпен жақсылап араластырып аламын. Яғни, оның ешқандай түйірі қалмағанша араластыратын боламын. Одан кейін осы дайын болған массамызға шұжықтар қосатын боламын. Өздеріңіз қалаған кез келген, яғни шұжық түрлерін қоссаңыздар болады. Мен осындай шұжықты пайдаландым, оны да ұсақтап турап қосатын боламын. Шұжықтардың барлығын турап болып осылай қосқаннан кейін бір араластырып аламын. Енді осы массаның үстіне бір қызанақты да ұсақтап турап қосатын боламын. Қызанақты өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Осы таңғы асқа қажетті заттардың барлығының мөлшерін төмендегі описанияға қалдырып кететін боламын. Сол жерден кіріп қараңыздар. Қызанақты да қосқаннан кейін оны да тағы бір рет араластырып аламын. Одан кейін оның үстіне ұсақтап туралған укроп қосамын. Укроптың орнына кез келген аскөкті, яғни көк жуаны, петрушканы да қоссаңыздар болады. Ол өз қалауларыңызбен. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын жақсылап араластырып алдым. Енді бізге осындай ірімшік қажет болады. Оны осылай үккіштің орташа көзінен барлығын өткізіп дайындап аламын. Енді таңғы асымызды пісіретін осындай табамызды майлап алып, оның үстіне осылай дайын тұрған массамызды құйып, бір тегіс қылып аламыз. Одан кейін бір беті қызарғанша осылай ашық күйінде баяу отта пісіреміз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай, бір беті қызарғаннан кейін екінші бетіне аударып, екінші беті де қызарғаннан кейін оның үстінен үккіштен өткізілген сырды осылай салып, видеода көрсетілгендей жасап, табамыздан аламыз. Барлығында осылай пісіріп аламыз және ыстық күйінде дастарханға ұсынамыз. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, пікір жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.